Арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі шыққан шығарылымды қолдап, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тасбақа неден бәділ болды? Әбілданың жауабы. Тасбақа да бір заманда адам еді. Азан шақырған аты Бақа еді. Саудаға ерте жастан араласып, базардан шықпайтын болды. Бірақ жеміс-жидек сатқанда таразыдан жейтін нас еді. Бір жылдары ел-жұрты жұтқа ұшырап, ас-ауқаттан тарықты. Елдің бәрі қолда бар нәпақасын ептеп жеуге мойынсұнды. Бақаның да қоры тез таусылып, тентіреп тозып кетті. Оның әрі бай, әрі жомарт көршісі бар еді. Бақа соған келіп, қияметте жәрдем көршіден деген, сен сияқты мол қор жинап үлгермедім. Бала-шаға аш отыр, бір табақ бидайды қарызға бер, кейін қайтарып берермін, дейді. Жомарт көршісі ойланып тұрмады. Үлкен ыдысқа толтырып бидай салып берді. Бақа қыстан аман шығып, ақыры көктем келді. Көршісінен тұқымдыққа жарты қап бидай және сұрады. Ол тағы да сұрағанын қиналмай берді. Бақа егін егіп, күзде мол астыққа кенелді. Сол жылы жомарт көршісінің бидайы қурап қалды. Бірақ ол аса қатты қайғырмады. Жақсы көрші тапқаның, мол олжаға батқаның деп, көңілді халде үлкен табағын алып, Бақа досының үйіне келді. Бақа қоймасының аузы мұрнын толтырып, астық жинап тастапты. Есігінің алдында індеріне дән тасып жүрген құмырсқалардың аузындағы бидайды тартып алып, қоймасына жинап жүр екен. Көршісінің табағын көріп, мына табағың тым үлкен екен, сенің маған бидай берген ыдысың мынандай болатын, деп кішілеу бірдеңені көрсетті. Көршісі Бақаның арам пиғылын аңдамай, алдағанын сезіп, не тапсаң да сараңдығынан табарсың, жер басып адам болғанша жорғалап аң болғаның жақсы еді, деді күйініп. Момының зары зая кетпеді. Сол заматта Бақаның арқасына көршісінің үлкен табағы кеп жабысты да қалды. Бақа шошып кетіп, оны сілкілей бастады. Сол кезде көкірегіне өзінің кіші табағы кеп тағы жабысты. Екі тысты жұлқылап ала алмай арпалысып жатқанда қапыда айуанға айналып сала берді. Көршісі мына сұмдықты көріп шошып кетеді. Айтқан сөзіне өкініп, Құдайдан кешірім сұрайды. Бірақ қарғысы қайтпады. Бақа айуанға айналған қалпы маң далаға қарай тырбаңдап кете барды. Жұрт оны содан бері Тасбақа атап кетіпті. Аққу неден бәділ болды? Әбілданың жауабы. Аққу бір қайырымды әйел еді. Оның 4 ұлы бар екен. Әйел балаларын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, әлпештеп өсіреді. Ерте тұрып кеш батқанша балалары үшін тыным таппайды. Бір күні әйел қатты сырқаттанып қалады. Іші бауыры жанып, ыстығы арта түседі. Қатты шөлдеп су ішкісі келеді. Бірақ су ішуге әлі жетпейді. Үлкен ұлын шақырып, ұлым, анаңа бір кесе су әперші дейді. Ұлы оның айтқанын құлағына ілместен ойнауға шығып кетті. Ана басқа ұлдарына шақырды, бірақ ешқайсы анасының қызметіне жарамады. Мұны көрген ананың көңілі жара болды. Ұлдарына нала болды. Қатты әлсіреп өлуге таяды. Қатты налуға балаларын да аяды. Құдайға жалбарынып, аузыма бір тамшы су тамызбаған ұлдарымнан көңілім қалды. Мына түріммен мен өлсем көмусіз қалармын. Мұндай күйікті тартқанша құсқа айналсам етті, деп еңірейді. Сол заматта дұғасы қабыл болды. Кейуана демде аққуға айналып, көпке самғай жөнелді. Ойнап жүрген балалары анасының аққуға айналып ұшқанын көріп, соңынан жүгірді. Қанша жүгірсе де жете алмай жылап-жылап үйлеріне қайтты. Балаларының құрмет көрмеген соң аққу ұя салмайды екен. Ол жұмыртқасын басқа ұяда басады. Балапандарын да басқа құстар асырап бағады. Аю неден бәділ болды? Әбілданың жауабы. Әу баста аю бір дерменші адам еді. Бірақ ебедейсіз тоң мойын қызғаншақ болды. Онды шашып, бидайды басып жүре беретін. Оны шашылып жатса да, аш-жалаңаш мүсәпірге бермейтін. Олардың көз жасын
тоң мойны күжірейіп көрмейтін. Қызғаншақтығы әбден асқынған кезде ұн сақтайтын қоймасын жердің астына тықты. Дерменіне жақындаған адамды себепсіз сабап жықты. Бір күні бал жеп отыр еді, кеседегі балына ара кеп қонды. Оның қызғанышы дереу қозып, жәндікке тап берді. Ара жалып берді. Ол қуалай жөнелді. Ара ұшып ұясына барды. Ұясын бір кедейдің шатырына салған еді. Дерменші қорбаңдап шатырдың үстіне шықты. Араның ұясын тауып, балын алмақшы болды. Аралар жабылып шаға бастады. Дерменшінің денесі ісіп кетті. Арадан ышқына қашқанда салмағына шатыр көтере алмай гүрс етіп ортасынан құлайды. Нәпақасын әзер тауып жүрген кедейге бұл апат ауыр тиді. Дерменшіден ақы сұрап еді, ол аямай соққыға жықты. Кедей жылап қалды. Құдай момынның ақысын жемейді деген. Құдіретімен денесі сіген дерменшіні бір түнде аюға айналдырып жіберді. Қорбаңбай жүрісі, тоң теріс мінезі, қызғаншақ кеселі, алпамсадай денесі бәрі аюдың реңіне келе қалды. Әлі күнге дейін араны қуалап, омарталарын аударып, төңкеріп, қопарып, қиратып, бір шымшым балын іздеп жүреді екен. Түлкі неден бәділ болды? Әбілданың жауабы: түлкі бір әйелдің жалғыз қызы еді. Анасы Құдай деген бір мейірімді жан еді. Ал қызы болса желөкпе болып шықты. Шамадан тыс сәнқой болатын. Ұятты жиды, әдемін тыйды, ибасын қиды. Біреуден әдемі киім көрсе, ол көйлекті ұрлап киетін, немесе қызғаныштан жыртып тастайтын. Айлакер деген атын, ұрлықшы деген заты жамады. Сылқым сері жігіттер де осы қызды жағалады. Қымсынуды білмеді. Анасының жан айқайын құлағына да ілмеді. Әдемі киім көрсе арын сатты. Анасын абыройсыз етіп зар жылатты. Бір күні Құдай тағала анасының көз жасын көріп, қызына наласын атты. Қызы сол сәтте Құдайдың құдіретімен бұлаңдаған түлкіге айналды. Түлкі жүнінің көрікті болатыны қыздың баяғы қылығынан екен. Қансонарда қарға аунап, жүнін жиі өзгертетін әдеті әліге дейін қалмапты. Ұрлық жасап, бұл күнге дейін елдің ішін жалмапты. Қулық мінезі де сол қыздан жұққан екен. Ел шетінде жортып бара жатса, азанның дауысын естіп тұра қалатын себебінде сыр бар. Бұрын анасы намаз оқитын сәтін көп көрген. Азанды естігенде сол есіне түсіп, анасын сағынып, еріксіз тұрып қалады екен. Тоты құс неден бәділ болды? Әбілданың жауабы: тоты құс бір кергетпе адам еді. Оның шын есімі Бабағай болыпты. Мәнді сөз бен пәнді сөзді айыра алмас сорлы болды. Қыздың да, кемпірдің де дауысын салып құбылтты. Шал-шауқанды мазақ етіп, көп алдында қынжылтты. Бірде бір әулие Құдайдың бірлігін, пайғамбарлардың ерлігін мақтап, жамағаттың ортасында қисса айтып отыр еді. Бабағай оны мазақ етті. Әулие сөзін кемпірдің дауысына салып түрленді. Жұрт алдында Құдай досын күлкі етті. Сол сәтте иләһи сөздің киесі тұрды. Бабағай құсқа айналып, пыр етіп ұша жөнелді. Күлкісін жия алмай отырған жұрт сол заматта тәубесіне келді. Тіпті әулиенің өзі бұл кереметке таң қалды. Осыдан бастап хикметті сөзді әзіл қылжаққа айналдырмаңдар деген тыйым қалды. Есті сөзді есер бұзар, ессіз сөзді ессіз тұтар деген тәмсіл де осыдан шығыпты. Бабағайды кейін жұрт Бабағай, яғни Папугай деп атапты. Парсы жұрты оны Туту деп атаған екен. Ол сөзіңді қайталап ойнайтын, кер тартпа дегенді білдіреді. Құдай тағала Бабағайдың ісінен сабақ алсын деп тоты құстың сөйлейтін қасиетін жоймайды. Қабан неден бәділ болды? Әбілданың жауабы: Қабан әу баста адам еді. Бірақ шық бермес сараң ниетті пасық арам еді.
Ой өрісі мақтау сүйгіш балаң еді. Көңілінде хақ ілімнің сәулесі жоқ қараңғы еді. Балық аулап күнелтетін, торын сүйреп күнде өтетін. Құдайға жалбарынып, құрған торыма балық толсын, балықтарым алып болсын деп тілейтін. Балықсыз оның күні қараң еді. Бірақ қайырлы іспен жомарттыққа шабан еді. Құдай тілегін беріп, күнде олжалы қайтатын. Бірақ жұртпен олжасы тұрмақ, балығының қылдығымен де бөліспейтін. Зекет сұраса, қорс етіп ашуланатын. Осы мінезіне қарап, жұрт оны тоң жүзді қабан, тоң жүз деп атады. Бірде қабан әдетінше олжалы шығып, балығын арқалап келе жатқанда, алдынан аш жалаңаш бір мүсәпір шықты. Оның бала шағасы 2 күннен бері нәр татпай ашығып жатыр еді. Ол жалынып бір тілім нан сұрайды. Қабан оған қарамай өзенді жағалап жүре берді. Мүсәпір зар жылап аяғына жығылды. Қабан ашуланып қорс етті де кеудесінен итеріп жіберді. Аштықтан қалжыраған байғұс жерге жалп етіп құлады да еңкілдеп тұрып жылады. Жүрегің жып емес, не қылған тоң жүзді адамсың? Адам атыңнан садақа кет, деп қарғады. Мүсәпірдің наласы ұрып, сол сәтте қабан жануарға айналып шыға келді. Оның доңыз аталуы тоң жүзді дегеннен шығыпты. Қабан аты әу бастағы азан шақырған есім екен. Бір қызығы, қабанның арқалаған балығы да денесіне жабысып, бітісіп кетіпті. Аштық кезінде қабанның жон орқасынан ет кесіп алуға болады дейді аңызда. Бұл ет қабанның емес, баяғы арқалаған балықтың адал еті екен деседі.